Алатаудың сілемдері бұл жерден ап-айқын көрінеді. Ол кезде қазіргідей ұялы телефон деген болмаған. Әйтпесе құмарым қанғанша суретке түсіріп алар едім ғой, амал не? Табиғаттың мына ғажайыбын санамда сақтап қалу үшін, шөгіп жатқан алып нар секілді ары қарай созылған шыңдарға қайта-қайта қарай бердім. Шу өзенін жағалап, ескіріп кеткен кедір бұдыр тас жолмен жүрген таксист мені айдаладағы үлкен жолдың бойына тастап кетті. Енді Алатау алыста қалды, жаңағыдай тамсантар көріністерде көмескіленіп, айдаладан тамашалар қызық таппай, жол үстінен өтіп бара жатқан көліктерді қол көтеріп тоқтатуға әрекет жасай бастадым. Танымайтын, айдаладағы Жетісайдан келген мені ол жердегілер не қылсын, зу етіп өте шыға. Үлкен жолдың бойы, Алматы-Тараз тас жолында арлы-берлі зулап жатқан көліктер жеткілікті, бірақ тоқтап алып кетпегесін олардан не пайда? Осы кезде ғана шаршап, қарнымның аша бастағаны есіме түсті де, анадай жердегі кафеге ұқсас бірдеңеге қарай аяңдадым. Кеше осы төңіректегі Жамбыл дейтін ауылға құдалыққа келгенмін. Ауылдан артынып-тартынып бір газель боп шықты. Келгенше көңілді келіп иек, қайтарда той иелері сөмке-сөмке бірдеңелерді саудагердің жүгіндей қып газельге аямай артты да, бірер адам сыймай қалды. Ана заттарды тастап кетуге болмайды, не істеу керек? Ары ақылдасып, бері ақылдасып, құдалыққа ергендердің ішіндегі ең жасы кіші маған қолқа салды. Сен таксимен ақ бөлек қайта берсейші, аяғың жеңіл ғой деп маған жабылған соң, өз бетімше әрекет жасап, сол ауылдың бір көлігімен осы жерге жетіп алдым. Енді осы жерден Шымқалаға дейін жеткізіп салатын көлік шықса тіпті жақсы. Шымкенттен ары қарайғы жолды ғой, уайымдамаймын да. Кафеде адам аз екен, кафе деуге келмейді. Асханаға ұқсас кішірек сырты ақталмаған үй. Төбесіне баттитіп мерей деп жазып қойыпты. Кіріп ем, пенде жоқ. Аяқ дыбысымды естісе біреу-міреу келетін шығар десем, ол ойымда қате екен. 3-4 партаны қаз-қатар тізіп тастапты. Жақын жердегі мектептің бірінен әкеле салған сияқты. Жөткірініп қойдым. Мелшиген асхананың іші үнсіз, жауап жоқ. Партаның біріне жайғастым. Мектепке басқалардан ерте барып алған оқушыдай не істерімді білмей отыр ем, сырттан бір көліктің келіп тоқтағаны естілді. Ол жергілікті адам болуы керек, әндетіп, дүрсілдетіп кіріп келді. Кім бар-ау? Біреу-міреу бар ма? Деді табалдырықтан аттағаннан. Мелшиіп тұрған асханаға лезде-ақ жан бітті. Осы кезде қара матамен тысталған кішірек ішкі есік ашылды да, бір бойжеткеннің басы қылтиды. Шашы беліне дейін жететін дөңгелектеу жүзді, тозыңқырап қалған гүлді көйлек киген талдырмаш қыз жанымызға келіп бізбен сәлемдесті. 90-шы жылдары даяшыларда осындай жұпыны киініп жүре беретін заман болған. Айта беріңіздер, бізде меню жоқ, кешірерсіздер деді жартылай қысылған, жартылай кешірім сұраған үнмен. Маған палау әкел, жол жүріп барамын, тездет деді жаңағы еркек. Еркін жүріс тұрысынан ақ жергілікті екеніне шүбәм болмады. Сіз ше? Деді қасын қаламмен сыза салғандай көзі мөлдіреп тұрған даяшы қыз маған. Бірдеңелерге тапсырыс бердім. Қызметші атаулыдан мына қыздың бір өзі сияқты, біресе шай әкеліп, біресе нан әкеліп, айналдырған екі адамның дастархан мәзірін әзер дайындап бітті. Ас болсын деді, сосын жай ғана. Мынадай асхананы бірінші көруім. Айдалада орналасқаны аздай, қыздың бір өзі қызмет жасап жүр. Бізге асымызды әкеліп берді де, жаңағы матамен тысталған есікке кіріп тағы да жоқ болды. Тамақ жеп болып, ақшасын төлемей кетіп қалсаң да сезбейтін сықылды. Тамақтанып отырсам да ойым ана матамен тысталған есік жаққа елеңдейді. Ана қыз тағы да шығуы тиіс. Есептесуі керек қой. Бірақ біздің ақша төлемей қашып кетпейтінімізге кәміл сене ме, тым тырыс. Тап бір клиенттерді емес, үйіне барған қонақтарды күткендей жайбарақат. Асықпай отыра беретіндей туған нағашымыздың үйі емес қой, демде-ақ тамақтанып болдық. Мұнымызды қалай біліп отырғанын қайдам, дереу әлгімен көзбен аңдып отырған есік ашылып, жаңағы қыз шыға келді де, есеп қысап сұрады. Тиісті тиын тебенін беріп сыртқы шықтық. Тағы да көлік күтуім керек. Бұл кезде күн түске тармасып, тамыздың ыстығы өз күшіне міне бастағанды. Жолдың шетінде тағы да қақиып тұрдым да қойдым. Көлік тоқтайтын түрі жоқ. Мына түріммен кешке дейін Шымкентке жете алмайтын сияқтымын. Қанша уақыт жол торығаным есімде жоқ. Ыстық күн маңдайымнан өтіп, кәдімгідей мазам қаша бастады. Әлгі асханаға қайта-қайта қарайлаймын. Біреулер келіп, біреулер кетіп жатыр, бірақ жаңағы қыз мүлде көрінбейді.
Ауық-ауық сыртқа шығып қойса қайтеді екен деп енді айналысатын түк таппай, сол бейтаныс бойжеткенді жазғыра бастадым. Тағы біраз уақыт жол күзетіп тұрдым да, шөл қысқан соң жаңағы жерге тағы аяңдадым. Бағанағы бойжеткен тағы алдымнан шықты. «Ой, сіз әлі кетпедіңіз бе?» деді таң қалған үнмен. «Кете алмай жатырмын ғой сол. Шайың бар ма?» «Шөлдеп кеттім» дедім шаршаған дауыспен. Түріме қарап-ақ халімді түсіне қойды ғой деймін. «Қазір» деді де ішкі есікке кіріп кетті. Қыз әкелген ыстық шайды 2 кесеге сапырып құйып, суытыңқырап сораптап отырдым. Осы кезде ғана іштен басқа бір адамның дауысы естілді. Жаңағы қыз жалғыз емес екен. Бәсе, мынадай айдалада қыз бала бір өзі жүруші ме? «Сіз қайда барасыз?» деді жаныма кеп. «Тағы да не нәрсеге тапсырыс бересіз?» деп сұраған қыз. «Шымкентке жетуім керек. Ұзақ екен. Бұл жерден көлік тоқтауы қиын. Бәлкім кешті күтерсіз». «Кешке не болады?» «Кешке Алматыдан қайтқан автобустар өтеді. Солардың біріне мінбесеңіз, басқа көліктер адам мінгізбейді. Кешке дейін уақыт көп. Мынастықта уақыт өткізуде оңай нәрсе емес. Айналысатын нәрсе жоқ, демалатын жердің және реті келмей. Мына кафені паналайын десең ұят. Келетін клиенттер бар, солардың орнына сомадай боп отырып алсаң, сені кім жақтырады? Ата-бабаларымыз үйден 40 қадам ұзап шықсаң мүсәпірсің дейтін. Рас екен ғой. Бұл жақта жайша жүрсіз бе?» деді қыз бір шәйнек шайдың ақшасын есептесіп жатып. «Жайымды түсіндіріп жатырмын. Құдай-ау, мынадай ап-арық бола тұра, газельге сыймай қалғаныңыз күлкілі екен. Лақтырыпты ғой сізді», деп өз сөзіне риза боп күлді. Амалсыз езу тарттым. Жүрген аяққа жүргем ілінеді дей ме? Тағы да манағы үйреншікті боп қалған тұсқа барып көлік күттім. Қыздың айтқаны рас-ау деймін, тоқтамай зу етіп шығады да зығырданыңды қайнатады. Ауылға барған соң көлік алмасам ба дедім көлік тоқтатудан зәрезап болып. Осыдан елге жетіп алайын, қайтадан бұл жерге аяқ баспаспын деп күннің ыстығына да тоқтамайтын көліктерге де кейіп, машина атаулыдан күдер үзіп, ана асханаға барып жан шақырайын деп оқтала бергенімде бір Жигули зулап келіп тоқтай қалды. «Қайда барасың?» деді шопыр терезеден басын шығарып. «Шымкентке баруым керек». «Отыр. Мұндай қуанбаспын». Салып ұрып көлікке жетіп бардым. Алдыңғы есікті ашып, жайғаса беріп ем. «Шопыр, асықпа, радиаторға су құйып алайын, сосын жүреміз. Мен де Шымкентке барамын». Мейлі, не болса да көлік тоқтады. Кешке дейін жолға телмірмейтін болдым. Мына айдаладан ертерек кеткенше асығып тұрғанымда, кенет ойыма жаңағы даяшы қыз сап ете қалды. Айтпақшы, ана қыз ше? Ол осында қап барады емес пе дедім көңіліме. Сол арада тосын қимастық пайда бола қап. Асханаға көз салып ем, тым-тырыс. Бойжеткен көрінбейді. Жүзін кетер кезде бір көріп қалсам, соның өзі көңілге медет. Болды, дәл қазір тәңірден басқа ештеңе сұрамаймын. Қазір ғана бір көлік тоқтай қалып, кете қалсам деп армандап отырған көңілім енді мына жерде ұзағырақ бөгелуді тілеп отырғанын қарасайшы. Көңіл қалауы дегенде тұрақ болмай ма деп қалдым. Бір тілегім орындалды, бірақ аяқ астынан пайда болған екінші тілек бәрін быт-шыт қылды. Бар ойымда, есіл дертімде жаңағы бойжеткенді бір көріп қалу болып, өзіммен өзім арпалысып, тынышсызданып отырғанда шопыр келіп жайына қонжиды да, кілтке қолын созды. Осы кезде ғана асхананың есігі қимылдады. Ақырын ашылып, жаңағы бойжеткеннің қарасы көрінді. Көліктің алдыңғы орындығына жайғасқан маған көзі түсті де іркіліп тоқтап қалды. Арамыз аса қашықта емес, 10 қадамдай жерден боталап қараған қос жанарынан ешқандай ой оқи алмадым. Көлік қозғала берді. Қыз да қарап қалмады. Оң қолын басынан асыра маған қарай бұлғап жіберді. Менімен қоштасқаны ғой. Мен де қол бұлғадым. Ол жерден ұзай бердік. Көліктің айнасынан қарағанмын. Қыз біз көрінбей кеткенше асхананың алдында қозғалыссыз қалшиып тұрды да қойды. Үлкен жолдың бойы демесең, айдала, аңызақ дала. Зырғып өтіп жатқан көліктерден өзге тіршілік белгісін байқау қиын. Әлгі қыз сол мелшиген асхананың маңында қалып қойды. Анадай періштені ондай сұрықсыз жерге обалсындым, қимадым. Ол жерде әлі қанша уақыт жұмыс жасап, қашанға дейін нәпақасын жинап, қашанға дейін несібесін ол жерден теретіні белгісіз.
90-шы жылдары бесіктен белі шықпай жатып, жастық шағын осылай күнкөріс жолына құрбан қылғандар тым көп тұғын. Сол кеткеннен Алматыға бірнеше жылдан кейін ғана жолым түсті. Бірақ сол асханаға соғудың еш реті келмеді. Оның үстіне жаңа тас жол салынып, көліктер басқа жолмен жүретін болды да, жаңағы асхана үлкен трассаның қай тұсында қалғанын еш таба алмадым. Әлгі қыз сол күйі кездеспеді. Атын да білмеймін. Аман болса әлемнің бір түкпірінде жүргенде болар.